Бүгінгі заман талабына сай қашықтықтан оқытудың тиімділігі, оқушының қажетті материалды не білімді үй жағдайында алып, оқытушылармен тығыз қарым-қатынаста бола отырып, білімдерін жетілдіре алатындығында. Оқушылар ақпараттық телекоммуникациялық технологиялар мен құралдарды қолдануды үйренеді, яғни оқушылар мен оқытушы арасын байланыстырушы көпір деуге болады. Қашықтықтан оқытудың тиімділігі интерактивті әрекеттесу формалары арқылы қызығушылығын арттыра отырып, оқушылардың оқудағы белсенділігін арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар уақыт үнемдеуге, ыңғайлы уақытта оқуға, сапалы білім алуға ынталанады. Әдебиет пәнінің әр сабағы адам бойындағы асқақ арман, әдемі сенім, әсемдік пен сұлулыққа құштарлық тәрізді ең мөлдір сезімдер мен кісілік қасиеттерді бойына сіңіреді. Әдебиет пәні арқылы оқушының рухани дүниесі байиды. Туған тілін, елін, адамзатты құрметтеуге деген сезімдер қалыптасады. Мысалы, 4-ші тоқсанда әдебиет пәнінен қиял мен шындық бөліміндегі Тахауи Ахтановтың күй аңызы әңгімесі тақырыбының мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін эпилог, прологтарды анықтау. Бірінші тапсырма: берілген шығармаға композициялық талдау жасаңыз. Оқиғаның шешімімен қандай ой түйдіңіз, бес-алты сөйлеммен жазыңыз. Шығарманың сюжеті мен оқиғалары бойынша оқытуға мүмкіндік кесте ұсынамын. Сюжетін құрастыра отырып кестеге салады. Келесі тапсырмаға көшемін.